Жетті деп ойлаймын, сіздер қалай ойлайсыздар, рахмет. Өздеріңізді таныстырып, тыңдармандар ортасында орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі тыңдармандары, содан кейін біздің мақсатымыз тілде емес, интернеттен бастай береміз, бірақ қалған мамандар сіздер өздеріңіз танысып, қай жерге мекендеріңізде Барбыз ауданының Жезкен топтар мектебінен келіп отыр. Сабағыңыз өте ұнады, сабағыңыз мақсатына жеткені көрініп тұр. Балаларыңыз ең басты тарихи құндылығын, маңыздылығын осы бесед хат осы оқиғаның бәрін сезініп біліп отыр. Аяғында өлең шығарып өздерінің сол сезімдермен де бөлісіп отыр. Тапсырмаларыңыз сараланған, өте ұнады. Балалар орындарын ауыстырып, кез келген топта жұмыс жасай алатындар көрініп тұр балаларыңыздың. Ең басты сабақтың мақсатына жету ғой, сабақтың мақсатына жетуіміз көрініп тұр. Еңбегіңіз жана берсін, ары қарай өте ұнады. 38 мектепте бастаушылық мұғалімімін, бірақ әдебиетке жақынмын. Енді мына сабақты бақылау парағын толтырып отырмын. Барлық жерде құс қанатын қойып шықтым. Сабақ өте жадыра, керемет өткіздіңіз сабағыңызды. Жас мамансыз ба, жоқ? Ондан шықтыңыз ба? 10 жылдан асты. Республикадан біз Абай облысынан Отыратын сайын атындағы академияны бастырған педагогтардың байқауынан 3 күн сабақ өткізіп, бірінші орын алдым. Алдағы еңбегіңізге де шығармашылық табыстар. Енді мына жерде барлық жерге құс қанатын өзі 12 не болды ма? Қойып келе, кері байланысқа мынандай жазып кеттім. Оқушылар бесеудің хаты шығармасының идеясын өте терең түсінген. Енді қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты өзі оқушыны жаңағы әдебиетке жақын ету, әдебиетке жуықтату, ол мақсатқа балалардың көпшілігі қол жеткізген. Жаңа Ернар әріптесім де айтып отыр, балаларды қай топқа түссе де өздерін еркін сезініп, топта жұмыс жасау дағдылары өте жақсы дамыған екен. Бұл бір күнгі, 2 күнгі, немесе бір ай, 2 айлы жұмыс емес, жаңағы осы жұмысқа өзіңнің таза еңбегімен жеткен екенсің. Сізге сәт, тек қана алғыс, көп нәрсе алдық. Бақма сөйлемдеңіз. Руслан, сөйлеп жетіңіз. Ақынжаныңыз ғой, балалар көрдіңіз. Ақынжан. Қарап отырмыз бағанадан екінің бірі ақын екен, өлең шығарады екен, бірінен бірі асып түсіп отыр. Әсіресе соңғы жерде шығарған қыздың несі өте тамаша шығарған. Енді жалпы не айтамыз сізге? Өте салмақты түрде, өте жақсы, артық несіз, күшті өткіздіңіз, сабағыңыз, ризамыз. Тіпті мына бір жерде тек қана тіл әдебиеті мұғалімдері емес қой, аралас физика және математикада бар, орыс тілі, ағылшын тілі мұғалімдерінің барлығы отыр. Солардың әрқайсысы мына бесеудің хатын түсініп кетті деп ойлап отырмын, бір сабақтың көрінісі арқылы ғана. Яғни сіз оны бере алдыңыз, сізге рахмет. Алдағы уақыттарда жұмысыңызға жеміс тілейміз. Осы сіз сияқты ұстаздарымыз көбейе берсін. Тренер ретінде бір ауыз сөз айтсам, қазақ тілі әдебиеті мұғалімі білесіздер. Жадыратынға теккен сәттілік тілеймін. Өзімнің саралау деді, естерді менде кеше күніме дәрісімде саралау болды ғой, қалай жүргіземіз саралауды деп көрдіңіздер ме? Бірақ нәрсе айтайын, практика жүзінде саралауға қалай жүргізіңіз, жадыр айтып жіберіңізші, менің тобыма практика естедіңіз. Енді арғы несімен қалай жүргізесіз сабағыңызды? Оқушының қабілет деңгейіне қарай осы сабақты жүргізген кезде тапсырманы жүйелеп беру. Сол арқылы көзқарасына ол қай деңгейде болмасын, біз енді А болса деп айтып жатамыз ғой, бірақ ол баланың барлығы да мақсатқа жету керек деген. Рахмет жатырам. Өздеріңіз көре тұрсыңыздар, тағы бір көздеріңізді жеткізіңіздер. Саралау деген әр оқушының қажеттілігін қанағаттандыру. Білеміз, бірақ практикаға келгенде қалай жүргіземін дегенге бір тосырап қаласыздар, абдырап, байқайсыздар ма? Сондықтан практика жүзінде өздеріңіз саралауды қалай мұғалім іске асырып жатыр екен. Әр баланы байқап отырсаңыз, мына жерде отырып қалған бала жоқ. Түгел тұрдың орнынан? Түгел орнынан тұрды, қараңыздар. Бағалауға дейінгі бүгінгі оқу мақсатының өзі жәнегі екі шығарма салыстыра отырып тарихи құндылығын және бағалау беру. Баға беру сол оқиғаға. Міне бүгін бесеудің хатынан біз соны көзіміз жетті. Бағалауға дейін көркемдік құндылығын анықтадық, одан кейін бағалауға келдік. Бүгінгі әдебиеттегі 10 сыныптар оқу мақсатынан мұғалім жетті. Қалай жетті?
мақсат бір жерде, сабақ тақырыбы бір жерде, орындайтын тапсырма бір жерде. Және ұмытпағаны жас маман десек те болады. Өзіне қарап айттыңыз, бірақ 10 жылдан артық еңбек стажы бар екен. Категорияңыз қандай? Эксперт досрочно алдым. Эксперт досрочно алдым дейді. Енді алдыңызда отырған түгеліне мықты маман бір зерттеушілер, бұлар наставниктер түгел келіп отырған жан-жақтан артынан 15 жыл, 20 жыл, 30 жылға дейін стажы бар адамдар. Және жас мамандарды тәрбиелейтін біздің уақытты ұстаздарымыз сізге тек еңбегіңізде табыс, шығармашылық. Енді сертификатты өзіңіздің әріптесіңіз алмады қайда? Әріптесіңіз өз қолынан бере алмай жатқан сертификатымыз ертеңгіде келеді. Сізге бүгінгі күнгі бізге осындай стажеріңізбен бөліскеніңізге рахмет. Енді құрсыртын айтып тұрмын. Десем де Алмалының қолынан үлкен бір сертификатымыз өзіміз облыстық және республикалық біз өрлеу біліктілікті арттыру институтымыз және директорымыз Гауһар Салабекова, соның атынан сізге деген алғысымыз және сертификатымызды содан аласыз. Бұйырса Алмагүл ханым сізге дүйсенбі күні әкеліп береді. Сіздерге есіктеріңізді айқара ашып, және осы мектептің ұжымының директоры басшысы емесіпті танып жатырмын. Қайырбек Ануарбекова, есігіңізді айқара ашып, өзіңіздің де жаңа осы мектепке келіп жатқаныңызды естіп жатырмыз. Бізді қарсы алғаныңызға үлкен алғысымды өзімнің бүкіл облыс, Бай облысының мұғалімдері атынан сізге алғысымыз шексіз. Жадырамен енді Дана Бекена инновациялық орталық сол кісінің ұсыныспен келіп тұрмыз. Ол кісіге де алғысымды айта жатырмын. Сізге мектепке бізді есігіңізді ашып, айқара ашып, қарсы алғаныңызға рахмет. Бәрілеріңіз көргеніне қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Мен ойлаймын енді өкінбеген естедік. Тамаша сабаққа қатысыңыздар. Жалпы сабақтың құндылығы қатысқан көріп отырған адам сабақты қарап отырып өзінің бойына бір қандай да бір идея келіп соны түртіп алып кетсе сабақтың жетістігі сол. Біз сабақтың жақсылығын немесе жамандығын бағаламыз, өзімізге бірден алып кету. Енді бұл жерде отырған зерттеушілермен шеберлесіздер, наставниксіздер. Мен директор ретінде айтатын болсам, сіздердің жүктеріңіз өте ауыр. Айтады ғой, жұмаққа мұғалім ғана барады деп, ешкім барады. Өйткені сіздердің үйреткен білімдеріңіз сіздерге ертең рахмет болып қайтып отырса, содан артық нәрсе жоқ. Ал енді наставниктің рахметі, оның ол ерекше. Өйткені сіздер үлкен жауапты нәрсе мұғалім дайындайсыздар. Сіздердің үйреткен мұғалімдеріңіз болашақ жаңағы балаларды ертеңге беретін сабақ сіздерге байланысты. Сондықтан жаңағы мен сабаққа қатысып отырып, ойлап отырып, мына кісілер енді бір жақсы нәрсе алып кетсе екен деп. Сіздер енді наставникке әр мұғалім бойында, әр мұғалім сабағында директор болу керек. Ол завуч, ол методикалық. Бір сабақпен, мысалға мен жүрген жерімде айтып жүремін. Жаңғыз завуч тәрбие жөнінде орынбасар. Мектептің тәрбие жөніндегі жұмысын жалғыз әкетпейді. Жасайтын мына сіздер мұғалімдер. Кез келген тәрбие жұмысы мынау сабақта қалану керек. Кез келген баланың бойындағы дағды мынау сабақта қалану керек. Одан кейін балалардың бойына қалыптастыратын нәрсе жас мамандарға сабақта жалпылама қаратып үйретпеу керек. Сабақтың мәнін кіргізетін ол тапсырма. Міне 39 мұғалімдер отырдым, жерде 2 мұғалім менің әріптесім. Мен 10 жыл бойы қақсап едім. Тапсырма деп бұл кісілер менен жалыққан шығар. Өйткені сабақтың жақсы болу тапсырмаға ғана байланысты. Сіздер қаншалық тапсырмаға дайындаласыз? Сабақтың сценарийін жақсылап жазып қою емес, күн тәртібінде 5 минут мынау, 10 минут мынау, мынаны орындады, мынаны орындады. Жоқ. Тапсырма. Бүкіл сұрақты тапсырма. Бір тапсырмамен бір сабақты алып шығуға болады. Бірақ тапсырмамен. Оның ішіне тәрбиені де салыңыздар, оның ішіне тарихпен де байланыстырыңыздар, математикамен де байланыстырыңыздар. Әрбір балаға жаңағы тақырып, жаңағы тапсырма қалай қабылдану керек, соны ойлау керек. Отырған бала деңгейді сезінбеу керек. Мен төмен деңгей екен, мен жоғары деңгей екен де сезінбеу керек. Ана тапсырманы орындаған кезде ғана біліп отыру керек. Тапсырманы деңгейлік дейтініміз сол. Ана сен төменсің, сен жоғарысың деген білдіру үшін емес. Ана жалпы отырған кезде бала ана төменгі деңгейдің жағдайында қалқамау керек. Дарынды балалар болады.
Ол тапсырманы орындаған кезде, тапсырманы орындап тастап, одан кейін сол тапсырманың басқа жауабы жоқ екенін дәлелдеп беру керек сіздерге. Дарынды бала деген сол. Біз көп жағдайда осыны дарынды балалар орта деңгеймен қалып қояды да, дамымай жататын сол. Ал егер жаңағы бір сабақта 5-6 сағат отырып, неге біз 16 сағат беріп 40 сағаттың ақшасын аламыз? Өйткені мұғалімнің үйде отырып тапсырмаға дайындалып отыр. Үлкен күрделі жұмыс, ғылыми жұмыс. Біз жаңа дарынды баланы отыр ғой сабақта. Дарынды баланы қалай ашамын деп ойлауымыз керек тапсырманы берген кезде. Жарайды, стандарттағыны ол барлығы меңгеру керек. Ол жаңа жалпыға дайындалып кеттіңіз. Енді мен осы тапсырма арқылы дарынды баланы қалай дамытамын? Орта деңгейдегі баланы қалай дамытамын? Оны дамыту үшін тапсырма тағы немене қосуым керек? Оны қалай жеткізуім керек? Қай балаға қалай қарым-қатынас жасауым керек? Осының бәріне ойланып қарайтын болса, ол мұғалімнен асқан құнды мұғалім болмайды. Ондай мұғалімдер не? Арамызда жетеді. Кейбір айтамыз ғой, отырып сабақ бере береді екен. Үлкен мұғалімдеріміз, сол отырып сабақ беретін мұғалімдер алдынан 25 баладан 25 отличник шығаратындар бар. Өз пәні бойынша. Неге? Өйткені әрбір балаға тапсырманы бере алады. Бір балаға айғайлап жеткізу керек, бір балаға жазып жеткізу керек, бір балаға күрделі қылып жеткізу керек, бір балаға жеңіл қылып жеткізу керек. Міне, осы дүниені жаңағы өздеріңіз наставница жүрген балаларға үйретсеңіздер, вот өмір бақи сіздерге рахмет айтып отыр. Өмір бақи мақтан өтесіздер. Мынау мен дайындаған мұғалімнен шыққан шәкірттер. Рахмет сіздерге. Көп сөйлеп кетсем. Сіздерге сәттілік. Көп нәрсе алып кеттіңіздер деп ойлаймын. Сабағыңызға рахмет. Өте тамаша өтті. Енді бұл қазақ тілі мен тарих сабағы бізге ең керек сабақ. Қазіргі біздің ұрпағымызға жаңағы өзі де айтамын. Сіздер арқылы біздің балаларымыздың бойына патриоттық сезім сіздерге ойнап отырсыздар. Мынау сабақта мұғалімге ойнап отырады. Тіл деп ойлап жүрміз ғой. Қазір осы отырған қазақ класының балалары 70% или 60% ғана қазақша біледі. Үйлеріңізде қазір қалада тұратындар болса білесіздер ғой. Үйде қазақша сөйлейтін балалардың өзі қазақшаны 60%. Жаңа бір сөзіңізді неттің, менде қандай сөз? Сол мағынасын өзім түсіндірейін білеміз, бірақ мағынасын түсіндіре алмаймыз көп сөздеріне қазақша. Сондықтан қазақ тілдерінде патриотизм дегенді қалыптастыру сіздердің қолдарыңызда. Жақсы, рахмет.